Қайырлы күн достар, мен бүгін сіздерге үй жағдайында жасалынатын дәмді чебуректі жасап көрсетемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ыдысымызға ұнымызды салып аламыз. Оның үстіне ыстық қайнаған суға бір қасық тұз салып, мен 2-3 бөліп суды құйып, осылай қамыр иледім. Осы үстіне кішкене ғана сұйық май құйдым. Сіз оливке май қойса да болады, мен сұйық маймен жасадым. Ыстық суымызды 2-3 бөліп құйған жақсы. Осындай қылып қамыр илеп қойдым, не қатты емес, жұмсақ емес, тындырып қойып қойдым. Дайын болған қамырды алып, мен көз мөлшермен осындай бөлшектерге бөліп, менде осындай 10 штук шықты. Барлығын алып, қамырын мен чұқа-чұқа қылып, бірыңғай барлығын жайып шықтым. Негізі чебуреккейдің көп салмасына фаршпен жасап атады, әркім әрқалай жасап атады. Мен бірақ осындай картошкадан жасадым, пюреден. Картошканы алдын ала пісіріп, дайындап қойдым. Бізде картошкамен балдар жақсы жейді. Етпен, фаршпен дұрыс жемейді. Сонан кейін картошкамен пісірдім. Өте жеңіл, әрі оңай, тез жасалынады. Жасап көрсеңіздер болады. Міне мен барлық ішіне салмасын салып, осындай 10 штук чебурек дайындап қойдым. Міне мен қызып тұрған майға май жетерліктей құйдым. Қатты қызған майға чебуректерді салып, қызартып, пісіріп алдым. Міндетті түрде оттың асты, газдың астын қаттырақ қойғандарыңыз жақсы. Өте тез, жылдам пісіріп аламыз. Мінекей достар, менің чебуректерім дайын болды. Бұл жерде ең маңыздысы қамырында деп ойлаймын. Өте дәмді, әрі хрустящий, арасын барлығы толықтай піскен. Жасап көрсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Міндетті түрде каналға тіркеліп, подписаться етіп кетіңіздер. Сіздерге рахмет.